Барлығына сәлем. Мына қолымдағы алма біздің ағзамызға көмірсу ретінде қажет. Көмірсулар ас қорыту жолдарына түскеннен кейін олар глюкоза молекуласына дейін ыдырайды. Глюкоза молекуласы ол энергия түзілуі үшін қажет, жасушалардың ішіне кіреді. Бірақтан глюкоза жалғыз жасушаларға кіре алмайды. Ол үшін инсулин керек. Инсулин кілт сияқты жасушалардың есігін ашып береді. Сосын глюкоза жасушаларға кіреді. Инсулин ұйқы безінің аралшықтарынан бөлінетін гормон болып табылады. Егер де инсулин секрециясының бөлінуінің бұзылуының нәтижесінде немесе клеткалар инсулинді танымауының әсерінен қандағы глюкозаның деңгейі жоғарылап кетеді. Гипергликемиялық жағдай бұл қант диабеті кезінде болады. Қант диабеті қазіргі таңда жиі кездесетін аурулардың бірі болып табылады. Сол себепті де 14 қараша қант диабетімен күрес